Xeyirli kun oquvchilar. Трапеция maydani formulaсын kullanıp meseleler şişuga көшейік. Әзір сызымларда 1-2 mesele qarab өтәбіз. Демек, meselenin şartı boyunca ABCD трапециясы берілген, BC'ның адыға шағыштырмасы 2-ге 3-ке тегіз, BK 6 см, ABCD трапециясы maydаны 60 квадрат сантиметрға тегіз екенлігі белгілі, BC һәм ады негізлерін табарға керек. Ең бірінші, BC-ның адыға шағыштырмасы 2-ге 3. Әгер де біз бір үлішіні x деп алсақ, ол вақытта BC 2x-қа тегіз, ады 3x-қа тегіз бола. Трапецияның майданы 60 квадрат сантиметр екенлігі белгілі. Майдан есеплеу формуласын қолланып yazсақ, 2-ден 1 тапқыр BC қошам ады тапқыр BK. BK шолай берілген, ол 6 см, һәм ул трапецияның бейіклігі. Әлігі қимметлеріні орнына қойсақ, ABCD трапециясының майданы демек 60-қа тегіз, 2-ден 1, BC 2x, ады 3x, BK 6. Һәм біздің тегізлеме келіп шыға. Әлігі тегізлемені есеплесек, 2x қошам 3x, ол бола 5x, 6-ға тапқырласақ 30x, демек, 120 тегіз бола 30x, шошыннан x-ны тапсақ, келіп шыға демек 4, демек, бір үліш 4-ке тегіз. Һәм x-ны білгеннен соң, BC-ны табалабыз, 2 тапқыр 4, демек, 8 см, ады 3 тапқыр 4, 12 см келіп шыға. Демек, мәселенің жауабы BC 8 см, ады 12 см. İkinci meseleni qarıq. Sızımdan көрінгенше ABCD трапеция, A пышмағы 45 градус, AK 5-ке тегіз, K'da шулайық 5-ке тегіз, ABCD трапециясының майданын есеплерге керек. Майдан есеплеу формуласы бойынша 2-ден 1 ады қошам BC тапқыр BK. Демек, адыны AK-ға K'даны қошып табалабыз, ол 10-ға тегіз бола. BC-ны табырға керек, һәм BK-ны табырға керек. BK-ны табу үшін ABK 3 пышмағын қарық. Ол туры пышмақлы 3 пышмақ, K пышмағы 90 градусқа тегіз, һәм A пышмағы 45 градусқа тегіз. Демек, B пышмағы шулай 45 градусқа тегіз бола. Демек, ABK 3 пышмағы тегіз янлы. Тегіз янлы, демек, AK һәм BK катетлары тегіз. Демек, BK шулай 5-ке тегіз бола. Бейіклікні таптық, BC-ны табасы қалды. BKDC ол туры пышмақлық. Туры пышмақлық. Һәм K'ды білән BK тегіз. Һәм шушыннан шығып, BKDC фигурасының 4 пышмағының квадрат екенлігін айта алабыз. Демек, BC яғы шулай 5-ке тегіз бола. Демек, майдан табу үшін барлық өлшемдерді белгілі. ABCD трапециясының майданын есеплесек, 2-ден 1 тапқыр ады 10-ға тегіз болды, BC 5-ке тегіз болды, BK шулай 5-ке тегіз. Демек, 15 тапқыр 5 бөлінген 2, нәтижеде келіп шыға 37 ярым. Мәселенің жауабы ABCD трапециясының майданы 37,5-ке тегіз.
Үшінші мәселе. Тегез янлы трапецияның жәйінкі пышмағы 135 градусқа тегез. Бұл пышмақ түбәсінен өткәрілген бейіклігі зұррақ негізіне 1,4 см һәм 3,4 см кесімтелерге бөлі. Трапецияның мәйданын табығыз. Мәсәләнең шарты буенча ABCD тигез янлы трапециясы берілген. Б пышмағы 135 градусқа тигез. БК АД яғына өткәрілген перпендикуляр, яғни бейіклік АК демек 1,4 см һәм КД 3,4 см-ға тигез. ABCD трапециясының мәйданын табарға керек. Ең бірінші мәйдан есеплеу формуласын yazып қойық. Демек 2-ден 1 тапқыр BC қушам AD тапқыр БК. BC-ны демек табарға керек шарт бойынша һәм БК-ны табарға керек, шулай ук AD белгісіз. AD-ны табарға жеңіл. AD ол 2 кесімтенің АК һәм КД-ның суммасынан тұра. Демек 1,4 қушам 3,4 4,8 см-ға тегіз келіп шықты AD. БК бейіклігін табалабыз. Аның үшін ABK үшпышмағын қарық. Бұл үшпышмақ К пышмағы 90 градусқа тегіз, яғни туры пышмақлы. Б пышмағы 135 градусқа тегіз, шарт бойынша. KBC пышмағы 90 градусқа тегіз, һәм ABK пышмағы 135 олам 90 45 градусқа тегіз келіп шыға. ABK пышмағы 45 градус, демек BAK пышмағы шулай ук 45 градусқа тегіз. Демек, мұннан ABK үш пышмағының тегіз янлы екенлігі келіп шыға. Яғни АК һәм БК тегіз. Яғни БК шулай ук 1,4 см. BC яғын табасы қалды. BC негізін табыр үшін CE бейіклігі өткерік. CE бейіклігі өткергеннен соң BCEK фигурасы туры пышмақлық екенлігі аңлашыла. Һәм шулай ук ABK үш пышмағы білен CED үш пышмақларының тегізлігін де айта алабыз. Бұл үш пышмақлар тегіз, чөнки AB һәм CD, ABCD тегіз яны трапеция болғандықтан тегіз. Шулай ук тегіз яны трапецияның негіз яндағы пышмақлары тегіз була, А һәм D пышмақлары тегіз. ABK һәм CED алар туры пышмақлы үш пышмақлар, демек гипотенузасы һәм қысыңқы пышмағы бойынша әлігі үш пышмақларын тегіз деп айта алабыз. Демек, АК һәм DE өзара тегіз. DE демек шулай ук 1,4. 1,4-ге тегіз болса, BCEK туры пышмақлық болды, демек BC һәм KE яқлары тегіз. KE-ны таба алабыз. KE AD олам АК қушам ED-ға тегіз бола. AD 4,8. АК һәм ED-ның суммасы, яғни 1,4 қушам 1,4. Әліге тегізліктен KE-ның 2 см-ға тегіз екенлігі келіп шыға. KE һәм BC өзара тегіз, демек BC шулай ук 2 см. Барлық белгісіз қиметлерді табылды, демек ABCD трапециясының мәйданын есеплеп таба алабыз. Демек 2-ден 1 тапқыр BC 2-ге тегіз болды, AD 4,8-ге тегіз болды, һәм BK 1,4-ге тегіз болды. Нәтижеде 4,76 квадрат сантиметр келіп шыға. Мәсәленің жауабы ABCD трапециясының мәйданы 4,76 квадрат сантиметр.
Бүгінгі дәрістә трапецияның мәйданы формуласы белән таныштык. Келесі онлайн дәрістә очрашуларга кадәр сау булыңыз.